мектеп кезде сол балалық шақташы андай каникул алды ғой, жаздық, көктемдік жаздық. Сол кезде біз ана резинка ойнайтынбыз ғой, скакалка, резинка. Сонымен енді ол жылдары мамамыз андай төртбұрышты андай неге еді ғой, дамбал деп айтамын ғой, іш киімші. Қазіргіде іш киімдер басқа ғой, қазір модный киімдер ғой. Бұрынғыда төртбұрышты, мамаларымыз төртбұрышты киуші еді ғой. Мен жынды енді көрші қыздар резинка таппаймыз. Өзі советский резинка болушы еді, мықты еді. Сонымен деген резинка тауып келіп бар дейді. Мен жынды келетін андай көк, андай қызыл, сондай шорты сияқты дамбалдар болады. Соны артына қайшымен кесіп, әр несін, іш киімдерін, резинкаларын кесіп алам ғой. Сонымен далаға алып шыққам. Мама боқтап ұрсып, мамамыздан бір ұрыс естігенбіз. Сондай ақымақ болғам. Енді қайдан білейін, резинка кезде іш киімнің резинкасына киіп. Ақымақ болатын ғой сондай. Ақымақтың ақымағы.